Сәлем, менің каналыма тіркеліп кет. Лайк басып, сұрақтарыңды комментарийге жаз. Менен көп адамдар комментарийдан сұрады, персонажды қалай сөйлетуге болады. Бүгін мен сіздерге осындай персонажды сөйлететін нейросетпен таныстырамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен өзім бұл нейросетті көп қолданамын және өте күшті нейросетпен таныстырамын. Ал олай болса, кеттік. Ең алдымен сіздер осындай сайтқа кіресіздер. Adobe Express деген сайтқа кіреміз. Бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Кішкене күтеміз. Adobe Express-тің сайтына өтіп жатыр. Мына сайтқа өтті. Енді осы жерден сіздер төмен түсесіздер және мына стрелканы басып оңға өтесіздер. Мына жерде Animate Characters деп тұр. Осыны басамыз. Size дегеніміз размері. Өзіңізге ұнайтын қай видеоға түсіресіз, сондай размер таңдайсыз. YouTube болса YouTube таңдайсыз. Instagram, мінекей, TikTok. Background дегеніміз ол артқы фон. Артқы фон қандай болғанын қалайсыз. Мысалы, мына жерде қыстың суреті бар, көрдіңіз ба? Таудың суреті бар, мынандай мезгілдің суреті бар. Немесе ешқандай фон керек емес, тек қана осындай мінекей однотонный фондар бар. Так. Мынандай фон бар, күздің фоны бар, көктемнің фоны бар. Өзіңізге ұнаған кез келген фонды таңдап аласыз. Мынандай магазиннің фоны бар, үйдің фоны бар, пляждың фоны бар, корабль дейді бар, поля, мектеп, класс, мінекей. Енді мен осы жерден однотонный тон ала салайын. Мынандай фон алайын. Енді character дегеніміз бұл жерде персонаждар. Бұл жерде біраз персонаждар бар. Қараңыздар, қандай персонаж сізге ұнайды? Қызды алсаңыз болады, баланы алсаңыз болады, мысықты алсаңыз болады. Мынандай түрлері бар. Мынандай бала бар, мынандай қыз бар, мынандай бар. Размерін былай үлкейтіп қойсаңыздар болады. Мынандай әйелдің суреті бар. Так. Мына өзіңізге ұнаған адамдарды таңдасаңыздар болады. Грибок, жүрек, ерін, мынандай ерін бар. Неке, ондай кішкентай қыздар бар. Мынандай адамдар бар. Өздеріңіз ашып көрсеңіздер болады. Мынау мұғалімге алуға болады. Мынандай врач. Мынандай гүлдің суреті бар, сәбіздің суреті бар, жұмыртқаның, шөптің, неке көрдіңіздер ма? Мынандай қыздың суреті бар. Мынау бар, пингвин бар. Неге көре берсеңіздер болады. Тақта сөйлетуге болады бұл жерде. Так, енді маған ұнағаны, мысалы мен мына қызды алайық дейік. Мына қызды алам. Қазір мен осы қызды сөйлетемін. Так. Мінекей. Осы қызды алдық. Енді мына жерде record деп тұр. Осы recordты басып, осы персонаж не сөйлегенін қалайсыз, соны осы recordты басып өзіңіз сөйлейсіз. Enhanced speech дегеніміз осы міндетті түрде қосылып тұрған дұрыс. Өйткені сіздің даусыңыз анық, качественно естіледі. Как микрофондай айтылғандай болып естіледі. Немесе сізде дайын аудио бар, я? Онда сіз нәрсе browse дегенді басасыз да, и өзіңізге дайын аудионы қойып сөйлетсеңіз болады осы персонажда. Енді мен бұл жерде давайте қазір өзім сөйлетемін мына қызды. Сәлем, менің атым Айнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге ұнаған болса лайк басыңыздар, сұрақтарыңызды комментарийға қойыңыздар. Мен сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.
Одан кейін done дегенді басамыз. Енді осы жерде біраз күтеміз. Біраз болғанда 1 минут, 2 минут күтеміз. Сіздің аудионыз дайындалып жатыр. Мына процент 100-ге дейін жету керек. 100-ге жақындап қалды. Енді осы жерде мына жерді басып естіп көрейік. Сәлем, менің атым Айнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңызды комментарийға қойыңыздар. Мен сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Мінекей мына жерде download дегенді бассаңыз, сізге скачать етіледі. Скачать етілді. Ашып тыңдап көрейік. Сәлем, менің атым Айнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңызды комментарийға қойыңыздар. Мен сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сау болыңыздар. Осы жерден енді тағы да басқа видеолар жасап көрейік, кәнекей. Мысалы, маған ұнап тұр. Мысалы, мына пингвинді алып сөйлетіп көрейік, кәнекей. Enhance дегенді басамыз. Record. Сәлем, жағдайларың қалай? Менің атым пингвин. Мен сіздерді көргеніме қуаныштымын. Done дегенді басамыз. Енді қараңыздар, бұл жерде сіздерде 2 минут қана сөйлеуге мүмкіндігіңіз бар. Басып естіп көрейік. Сәлем, жағдайларың қалай? Менің атым пингвин. Мен сіздерді көргеніме қуаныштымын. Done Енді дегенді бұл жерде басамыз. сіздер артқы фонды өзгертулеріңізге болады. Артқы фонға бағанағы қыстың суретін алсаңыздар болады неде. Мен олай алмаппын. Енді өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Download деп скачать етсеңіз болады. Open in edit деген басып, сіздер тура бұл как монтаж сияқты ғой мына жері. Өздеріңіз тағы да видео қосып, аудио қосып, текстер қосып, сондай монтаж жасасаңыздар болады. Бұл жерде ең басты минусы өзіңіздің қалаған фотоңызды жүктей алмайсыз. Тек осы жерде бар фотоларды ғана ала аласыз. Бірақ та бұл сайт ай сайын обновление болады. Ай сайын жаңа персонаждар енгізіледі. Сондықтан да мысалы бұрындары мен кірген кезде мынандай персонаждар жоқ еді. Бұлар жақында енгізіліпті. Сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар. Goodbye.